Сәлем достар. Алдарыңызда «Охотник за головами» атты фильміне қысқаша шолу. Мэл Купер есімді жігіт жабық клубқа кіру үшін екі күзетшіге пара береді. Ол бұрын жақсы полицей болған, бірақ бір сенатордың ұлын сабағаны үшін жұмыстан қуылған. Әлгі жігіт зорлықшы еді. Осы оқиғадан кейін Мэл басына сыйақы тігілген қылмыскерлерді ұстаумен айналысатын болды, және дәл қазір покер ойнап отырған мықты жігіттердің мазасын алды. Оны бастығы ұзын шашты бір қашқынның артынан жібереді. Әлгі жігіт картадан ұтылып, тапанша суырып еді. Мэл оны бірінші болып атып үлгереді. Роган есімді бастығы Мэлге жұмысын бағалап, ақы төлеп, 3 есе көп табыс табатын жаңа тапсырма ұсынады. Бұл жолы алаяқ Джей Гордонды тірідей жеткізу керек. В чем подвох? Да ни в чем. Всегда есть. Говорю, нет. Небольшой. Себебі ол қылмыс әлемінің серкесі Алонсо Бамонтқа қарсы соттағы басты куәгер. Тапсырма қиын, бірақ $25,000 үшін тәуекел етуге тұрарлық. Алонсо да бұл жігіттің қашып кеткенін естіп қойған. Енді оны бәрі іздеп жүр. Джей болса қонақ үйге жалған есіммен тіркеліп алған. Мэл бұрынғы полиция бөлімшесіне барып, әріптесінен Джей тығылып жатқан қонақ үйдің мекен жайын анықтап алады. Бөлім бастығы Мэлді көріп кабинетіне шақырады. Ол Мэлге жұмысқа қайта оралуын ұсынып, тек сенатордың ұлынан кешірім сұрау керек екенін айтады. Перестань, или ты хочешь всю жизнь гоняться за этими отбросами? А вам доложили, что эти отбросы, за которыми я гоняюсь, намного порядочнее, чем Уэн Райт и его сынок-насильник? Осы уақытта Алонсо түрме асханасында кітап оқып отырған. Қасына екі тұтқын келіп, қолдарындағы пышақпен шабуыл жасайды, бірақ екеуі де оны жеңе алмайды. Демек, Алонсоның да басына аңшылық жарияланған. Джей сол уақытта көмекшісімен кездесіп, жаңа құжаттармен көп ақшалады. Екеуі қонақ үйдегі бөлмеде демалмақ болып еді, кенет есік қағылды. Есіктің ар жағында официантпен бірге Мэл Купер тұр екен. Мэл қорыққан Джейге оны өлтіру үшін келмегенін түсіндіреді. Слава богу, потому что у меня старенькая мама, она бы этого не пережила. Оны табу аса қиын болмаған. Согласно твоему досье, у тебя 2 подружки и 1 невеста. Что? Ах ты мерзавец! Малышка, это все вранье! Эй! Джей сотқа түссе тірі қалмайтынын жақсы түсінеді. Сондықтан Мэл Джейдің сүйіктісіне назар аударған сәтті пайдаланып, ақшаны алып қашпақ болады. Бірақ Мэл одан бұрын автотұраққа жетіп, сосын оны ұрып құлатады. Джей есін жиғанда оны Мэл емес, басқа бір күмәнді адам күтіп тұрды. Ол жігіттің тапаншасы бұғатталып қалғандықтан, Мэл онымен төбелесуге мәжбүр болады. Господи, хватит, остановись! Он мертв? Точно не жив. Кейін оның құжаттарын қарап, өлтірген адамының полиция қызметкері екенін біледі. Джейдің күлкісі сап тиылды. Мэл оны көлікке отырғызып, қайда бару керектігін өзі айта бастайды. Сосын дос қызынан әлгі лас полицей туралы ақпарат табуды сұрайды. Ал бұл уақытта түрмедегі күзетші Алонсоға телефон беріп, Джейдің табылғанын хабарлайды. Сонда Мэл өз еркінен тыс Джейді өлімге апарып бара жатқаны белгілі болады. Олар жол бойындағы қонақ үйге тоқтайды. Бөлменің ақысын Джей өзі төлейді. Мэл оны бірден кереуетке кісендеп тастайды. Сними их, я не смогу спать с наручниками, серьезно. Нет. Отстегни наручники, иначе я... Сукин сын. Таңертең оянса Джей жоқ. Бірақ ол қашып кетпепті, жай ғана дүкенге барып, тоқаш пен пончик алып келмек болған екен. Сол сәтте кенет белгісіз жүк көлігі жүргізушісі оған оқ жаудыра бастайды. Бұны да Алонсо жалдаған тағы бір киллер болса керек. Амалы жоқ, Мэл оны да атып тастайды. Я хотел огреть его. Хедж анықтағандай әлгі жалдамалы бұрын полициядан қуылған парақор әрі ұры болған екен. Бөлім бастығы Хеджтен жағдайды бақылауда ұстауын өтінеді. Ол бұрынғы қызметкерінің тағдырына әлі де алаңдайды. Көлікте Джейк Мэлді таңғалдырады. Ол сотта Алонсоға қарсы куәлік етпек емес екен. Керісінше, ол Алонсоның басты куәгері. Сонда демек олардың соңына түскен басқа біреу болғаны. Сол сәтте тағы бір киллер олардың көлігін қуып келіп, оқ жаудыра бастайды. Мэл дәлдеп атып, киллердің миын шығарады. Бірақ сол кезде Джей көлікті басқара алмай, олар аударылып қалады. Алаяқ бар пәлені Мэлден көреді, егер ол болмағанда дәл қазір тропикалық жағажайда демалып жататын еді. Мэл Джейкке ашуын шығару үшін өзін бірнеше рет ұруға рұқсат береді. Енді олар көліксіз қалды, жаяу жүруге тура келеді. Екеуі әрең дегенде бір жанармай бекетіне жетеді.
бірақ иесі оларды қуана қарсы алған жоқ. Әсіресе Джейк оның рұқсатсыз шоколад алған соң. Вижу, у тебя есть пиво. Можно я его выпью? Вначале заплатил. Мел қарияның мылтығын оқсыздандырып, өзіне қайтарып береді. Олар оны тонауға келген жоқ. Мел бастығына қоңырау шалып, оларды алып кетуін өтінеді. Енді ол тіпті бұрынғы серіктесіне де сенбейтіндей. Себебі жоспарларын айтқан бойда олардың артынан тағы бірнеше киллер түсіп отыр. Қарт жанармайшы өз басынан өткен бір қайғылы оқиғаны айтады. Мас біреу оның ұлын көлікпен қағып өлтірген, бірақ ешқандай жазаға тартылмаған. Сожалею. А тебе-то о чем сожалеть? Не ты же был за рулем. Джейк анасына қоңырау шалып, туған күнімен құттықтайды. Алайда әңгіме соңында анасы оның кім екенін ұмытып қалады. Я не знаю, кто вы, но Это Джейк, мам. больше не звоните по этому номеру, не то я буду вынуждена пожаловаться вашему начальству. Пока, мам. Джейк анасының еміне барлық жинаған ақшасын жұмсап, артынан несие алғанын айтты. Әкесі қайтыс болғаннан кейін барлық қарыз оған жүктелген. Сол кезде Алонсо оған жұмыс ұсынған, бірақ бұл да сәтсіз аяқталады. Себебі Алонсо 2 полицейді өлтірді деп айыпталды. Бірақ Джейк шындықты біледі, оларды өлтірген басқа полицей болған. Кешке қарай екеуі гаражда түнейді. Может, хоть в этот раз пристегнешь ремень? Таңертең Роган келіп жетті. Ну и дыра, мать твою. Может и дыра. Но эта дыра моя, говнюк. Қария мылтығын түсіреді. Ал Мел болса бастығына шабуыл жасауға дайын тұрды. Скажи, кому ты меня продал. О чем ты говоришь? Отвечай на вопрос. Роган қайта-қайта сағатына қарап, біреуді күтіп тұрғанда еді. Мел оның өзіне қастандық жасағанына сенімді болды. Дәл сол сәтте тағы бір киллер Роганды атып өлтіреді. Бұл жолы Джейктің артынан тұтас қарулы топ келеді. Ақыры қарттың мылтығы іске жарады, ол біреуін атып түсіреді. Екіншісін Джейк бейсбол таяғымен ұрып құлатады, ал Мел тағы да әдеттегідей жаудың миын шашыратып жібереді. Қария осы екеуіне өзінің пикапын сатып жібереді. Қоштасарда Мел Хэтчке хабар жеткізуді сұрайды, олар әлі кездесуі керек. Жол бойында Мел Джейкке өз оқиғасын айтып береді. Ол полицияға анасының жолын қуып барған. Керемет қызметкер болған, бірақ бәрі белгілі оқиғадан кейін өзгеріп кетті. Соңында Мел Джейкке кішкентай сыйлық жасайды, оны анасымен туған күніне орай кездесуге ауруханаға апарады. Бұл жолы анасы ұлын таниды, Мелді де таныды. Барлығы сенатордың ұлын ұрған полицейді біледі екен, бірақ арада 10 секунд өтті. У меня день рождения, а мой сын ко мне так и не приехал. Джейк Мелге, ал енді сен не істейсің? Егер мені ұстап берсең, мені өлтіреді. Сонда анама кім қарайды, деп сұрады. Осы сәтте тағы бір киллерлер келіп жетеді. Олар куәгерлерді қалдырмас үшін кім көрінгенді ата бастайды. Дәлізде Мел мен Джейкпен қанды атыс басталады. Сол сәтте Мелдің оқтары таусылып қалады. Абырой болғанда жанында тұрған өрт сөндіргішті пайдаланып, тығырықтан шығады. Бұған дейін Джейк ешкімді өлтірмеуге тырысқан еді, бірақ бұл жолы Мелді құтқару үшін қолына қару алуға мәжбүр болады. Жалдамалы әйел киллерді атып тастайды. Мел тынысын жинап, қауіпсіздік үшін бірнеше бақылау оғын атады. Джейк киллерлердің көлігінің кілтін алып, олармен кетпек болады. Алайда полиция жеткенше қашып үлгермейді. Соған қарамастан Джейк олардан оңай құтылады. Оқиға орнына Хэтч келді. Өлгендердің саны күннен күнге артып жатыр. Бөлім бастығы да Мелге көмектесуге шын ниетпен тырысып жүр. Бұрынғы полицей кімнің оларды өлтіргісі келетінін анықтауға тырысып, бас қатыруда. Қазірше олар Хэтчтің пәтерінде тығылып жата тұруға шешім қабылдайды. Бүгін Алонсо Бамонттың соты өтеді. Оны кісендеп көлікке жеткізеді. Қоштасар алдында ол бір күзетшінің мұрнын сындырып үлгереді. Джейк 2 полицейді суыққанды түрде атып тастаған адамды көрген. Сол кезде Алонсо да сол бөлмеде болған. Әрине, Джейк ол полицейдің кім екенін білмейді, бірақ қайта көрсе танитынына сенімді. Осы үшеуі сол түнді сол пәтерде өткізеді. Таңертең есік қоңырауы соғылды. Хэтч есікті ашуға барады, ол өз жоспарларын тек бастығына ғана айтқан еді. Есіктің ар жағында расымен де әріптесі тұрған, бірақ ол бірден Хэтчті атып тастайды. Мел дереу қылмыскерді атып өлтіреді, бірақ өкінішке қарай серіктесін аман алып қала алмады. Он тот полицейский. Нет. Первый раз вижу. Бұл полицейдің жалғыз әрекет етпегені анық. Төменде оларды тағы 2 киллер күтіп тұр. Мел олармен де есеп айырысты. Бір қабат төменде тағы бір дәу киллердің өмірі үзіледі. Тұраққа жеткенде Мел көлікке қарай беттеп бара жатқан. Дәл сол сәтте оған оқ жаудырылады. Бұл оның бұрынғы полиция бастығы болатын. Ты тот коп. Да, а ты тот свидетель, о котором все говорят. Ол Джейктің аяғынан атып жаралайды.
Анық болғандай, Хедж аңғалдықпен бәрін бастығына баяндап отырған. Сондықтан ол олардың қайда екенін біліп отырды. Бастық куәгерді өлтірмек болғанда, Мел бар күшін жиып, соңғы рет шүріппені басып, жемқор полицейді жер жастандырады. Осы кезде полицей көліктерінің дабылы естіледі. Мел Джейкке, мені осында қалдыр, өзің қаш дейді. Мел тірі қалады. Ауруханада жатқан кезде палатаға Алонсо кірді. Мистер Бомонд, только без мучений. Ол Мелге қомақты ақша береді. Бұл Джейкті жеткізген үшін сыйақы еді. Бірақ ол Джейкті бостандыққа жіберген еді. Алайда Мелдің берген куәлігі Алонсоға қарсы бүкіл тергеу ісін бұзып жібереді. Сондықтан бұл сыйақыны ол толықтай лайықты түрде алды. Постойте, но здесь в 3 раза больше, чем мне пообещал Роган. Мы с ним договорились на эту сумму. Вот сукин сын. Алонсо оған жұмыс ұсынады, бірақ Мел бас тартты. Себебі ол өз жұмысын шынайы жақсы көреді. Осымен фильм аяқталады. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.